Бұл бөлікпесе екі жақ жамбаға беретін нәрсе. Екеу болып кетеді. Міне шылаушындар. Химияменен өндірдім. Қияр, помидордарды. Дұрыс өнім дұрыс болмады. Сақтауға келмейді. Өнім аз. Түрлі дербезден құтыла алмай көшкенен дәріменен кеттік. Былтырдан бері осы таза биогумуспен, алдыңғы жылы биогумусты қыста әкеп 1 квадратын әкеп өсірдім. Сонымен былтырдан бастап таза биогумусқа өндірдім. Помидорды да, қиярды да базарда өте сұранысы жақсы болды. Базарға алғаш шыққанымда былтыр 6 айдың 8 күні базарға шықтым, бағасын 800 теңгемен помидор шықтым. Сол кезде саудагерлер 10 коробкадан алатындар 1 коробкадан алып сатады екен. Сол кезде біздің өзіміздің ұлттағы қазақ саудагерлер ештеңесіне қарамады. Bir қанша орыс кісілер келіп, рәсми помидорын тіліп көрді. Солардың помидордан зерттеп жүргені мына химия істеткендердің ортасында ақ өзек болады екен. Қатты ақ өзек. Сонсыз жоқ болады екен биогумуста. Сосын көйін жеп көрді. Тәттілігі өте тәтті екен. Соменен бұны алды. Жаздай менен осы жақсы алып тұрды. Қиярды да сондай биогумусқа өсірдім. Сол қиярды да сол арты 70 теңге, 80 теңгеге елдерді құлады. Мен сол бір бағада 300 теңгемен шыққам, сол 300 теңгемен сатып тұрдым. Елдің бері мен мазақ қылды. Үміт abi сен жан-жағында базарыңа қарамайсың ба? 70 теңгеден не сатып тұр, 80 теңгеден не сатып жүр, сенің қиярың немене қияр деп. Менің қиярымды жесең аласың. Жеп көр алдым мен, деймін. Бұдағы биогумустағы шыққан заттың енді өзімнің кішкентай зерттеуім алғашында мына химияға өскен заттардан жеп көрдім. Мысалы, химияға өскен қиярды жесеңіз дәм жоқ. Су татып тұрады. Су татыдағы 1 минут, 1,5 минуттан кейін тіліңнің түбінен қышқыл бір сордың дәмі шығады. Сор, не тұз емес, қышқыл. Ал енді биогумуста өскен қиярды үздік сүртем де жеген кезде 1 минуттан кейін тілің түбінен бір түрлі май секілді бір нәрсе шығады. Май секілді. Өзі тәтті, бірақ май секілді бір жаспақ құсаған бір түрлі. Сондай парық сезіндім өзім. Енді бірақ өнімділік жағынан алғашында менде сол 8-ден 16 сот үй теплиция болған. Алдыңғы жылы, оның арғы жылы алып жүргендерде сол 2 теплициядан ең массовый кездерінде сол мөлшері 600 килограмм, 700 килограммдан асып көрмедім. Былтыр шүкіршілік. Бір тұқым әкеп егіп жатқаным. Басқа сорт өзгерткем жоқ. Бірақ былтыр тоннадан бері алды. Тоннадан өзі массовый кезі бір 10 күн мөлшерінде береді. 10 күнде сол күздік тонна берді. Елдерде қайран қалды, биылда сол істетеміз биогумус деп. Менен көп адамдар биогумусың бар ма, бізге сассаңшы деп. Менде қайда биогумус, өзім қандайтын ғана биогумус шықты. Былтыр өз бір квадраттық шылаушын өсірген, биыл өзі 12 квадратқа ғана жетіп тұр. Былтыр жазғаны ғой соны. Алдыңғы жылы қыста әкелдім, былтыр жаздай өсірдім. Жаздай қысын міне бір құр жегенін, қыстағы жегенін көктемде күздігін 2-ші сезонға бәйсайменен қиярға бердім. Енді күзде жеп біткенін мен тура әзір қыстық теплицияның ішінде көкөніс өсіріп отырмын. Помидордың көшетін өсіріп отырмын соған. Жылда мен даярлаған торыптан алатын. Торыптан 8-9 қалт алатын. Одан кейін сол ұрдап мәшинелерге айтам заказ қып, соның айту газпет трейдер 40 мың шекті есептеп, сол бір мәшине қара топырақ әкеп береді. Қара топырақ болғанда да дұрыс қара топырақ емес. Кепті соры шығып тұр. Талаптының қара топырағы деп әкеп берді. Бәрі бір өз. Сомен бұндағы қасиет тамырланған нәрсені қысып қалмайды екен. Әдетте сіз биогумусты топырақты суарсаңыз содан ары қарай басыла береді. Бұда қысылмайды. Әзір сізбен сумен тығыздап садыңыз, дымқылдық қайтқанда дереу өздігінен босайды. Тамыр алу қандай өсімдікке пайдасы жақсы, тез екен. Биогумусқа ешқандай қауіп жоқ.
сұранысқа сөзсіз түседі. Бұл өте өнімді деп ойлап отырмын. Біз әзір кішкене жерден ғана тәжірибе отырмыз. Мүмкін үлкен жерге тәжірибе болса тіпті бұның қуаты артады. Сондықтан былтыр күзде 24 хауа мәшинемен 24-23 мәшинені түсіріп дайындап отырмын. Биыл енді Алла бұйырса көктемде 3-ші айдан бастап ана өзі шіруі соған жеткелі тұр. Жуамында дереу биогумусқа күрт саламын деп отырмын. Қорықпай істегелі отырмын. Өйткені бұнан сұраныс көп түседі. Шет мемлекеттен емес, өзіміздің халықтан да көп түседі. Қазіргі өндіріп отырған биогумус Қазақстан бойынша ақпаратына қарағанда Түркістанда 2800 не бар деді биофермер. Солардың өндіріп отырған биогумусы қазір 24 жылыжайдан аса алмайды екен. 24 жылыжайға жетерлік биогумус өндіріп отырған. Сонда Қазақстанда мүмкіншілігі қанша десеңіз, 10 жылдың ішінде біз өзіне-өзі биогумус сұранысы Қазақстанның өзінен шыға алмай қаламыз. 10 жылдың ішінде есептеп отырсыз. Сонда 10 жылдың ішінде жылына тым ең құрмағанда, ең кішкене істегеніміз 3 миллион пайда тапсақ қанша ақша табамыз? Жай ғана есептеген. 2 сезонда көктемде бір аламыз, күзде бір аламыз. Соны есептегенде бір шама. Помидорды. Шаруа қожалығының басшысымын. Ұрысты деген крестьянский хозяйствомыз бар. Өзім мал өсірем, жайылымда. Бордақ ұстаймын, бұқа. Содан кейін егін егеміз. Жүгері, арпа, бидай, соя, жоңышқа. Енді биогумуспен осы шылаушынды өсіргеніме 1 жылдай болып болды. Былтыр алып келдім Шымкенттен. 1 квадрат метрін алып келдім, өсірдім 10 квадратқа дейін. Содан кейін осымен айналыспай ақ қойын деп бір кісілерге сатып жүрдім. Бірақ сатқан кезде оны бір 2-3 жеттің ішінде жоқ қылып жүрдім мен 10 квадратымды. Содан бұның сұранысы бар екен дедім де Түркістаннан тағы 40 квадрат алып келдім күзде. Өзім сатып жүрдім, өзім тағы алып келдім. Енді соны салып отырмыз енді. Енді қыстай жай жатқан жоқпыз. Ақырындап эксперимент тәжірибе жасап отырмыз. Биогумусқа сояны отырғызып қоям, жоңышқаның дәнін отырғызып қоям, жай топыраққа отырғызып қоям, 50-50, 30-70 араластырып қоям. Содан кейін қазір анау жидкий түрін жасап көріп жатырмыз. Сол жаңа сіз айтқан гидропониканы да өсірсем ба, былтыр өсірген мен деген. Жаңа сіз өзім жоңышқа мен айналысқаннан кейін сіздікі дұрыс айттыңыз, анау арпа мен жоңышқаның килограммы 1 болып тұр. Өйткені жоңышқаның түгі қазір бұрынғыдай 20 килограмм емес, 12, 13, 15 килограмм. 1200-1300 теңге сатқан кезде 100 теңге ғой 1 килограммы. Өте қымбат. Ал анау бір арпадан 7-8 килограммдай гидропоника шығады. Сонда бұйырса уже кішігірім бір 40-50 квадрат жер жай дайындап қойғам, соны осы көктемде басайын деп отырмын қазір. Ортасындағы 4-ші айдың 10-нан бастап әкетеді. Мыналар өзіміздің көшіретіндер, сол дайын тұр. Көшірткен сол егуге ғана. Үштігі қанша? Мынаның үштігін 150-ден бердік қой. Бұл немеден көшеті сонда? Помидордың. Мынау енді сот шыққаны таза биогумустікі. Міне биогумустың қалған мынау еленіп, істетіліп қалғаны ғой мынау. Кәдімгі қара топырақ болып шығады. Қарағайдың қара топырағынан басқа ешқандай өзгерісі жоқ міне. Иіс келсең иіс жоқ. Былтырғы сиырдың боғы дейтін емес. Таза қой. Әсемдер градус екен. Иіс әдемі екен, Иіс ештеңке қалмай қалады. Анау-ананың арасында көлөкі жауып, жақсы жетіле алмай қалғандарын суырып реттеп ана жаққа қояды. Анада қыста бірінші көшет жетілетін жер. Астынан жылу жүреді.
Помидор екен, иә? Тесік кесеміз, әр 40 сантиметр тесік. Оған биогумус салып толтырамыз, қайтадан су жібереміз, қайта сол тесіктен қайта кесеміз, содан барып мына отырады. Мен мынаған лазы күтуге болады? Болады. Бұрынға егені помидор болды. Лазыларды біз екпейміз. Лазыларды мүмкін гектарлап екпесе, мынада теплицияларда жұмысын ақтай алмайды. Өте аз береді лазы өнімді. Жеңіл тартатын нәрсе ғой. Оны енді қысты күні өндіріп шығарсаң лазын, онда қысқа берік болады. Онда ұтасы. Қысты күні лазы қымбат болады. Мынау сол міне 10-дық стакан дейміз. 8-дік стакандар, 9-дық стакандар болса, мыналар сарғайып аяғында тамыр қысылып кетеді. Мынада тамыр қысылмайды. Кейін еккен кезде мына салапанын ала саламыз да. Өзімен қосып саласыңыз. Мына жерде ешқандай бүлінбейді. Содан кейін мына ditib ала саласың, тамыры деген өзінде тұрады. Арқай жерге жібере береді. Міне. Мындай барыңыз дегенсіз, иә? Бұл стаканның асты тесік болу керек па? Тесік асты болу керек. Су шығып кету керек. Су шықпаса, ол шығып кетеді. Мынау әзір бірінші айдың 20-сынан бастап, бүгін айдың қаншасы болып кетті? 15 болды. Бірінші айдың 20-сы, екінші айдың 20-сы, үшінші айдың 20-сы. Сонда 60 күн болайын деп тұрған нәрсе. Температураңыз 10-11 ма? Жылыны көрсетіп тұр екен, 11-ді көрсетіп 20-ны көрсетіп тұр. Үсті қаншаны көрсетіп тұр? Үсті 19. Пашты 20 қой, да? Мынан өзі бағанадан бері етегін ашылады. Мынау екінші қабат. Мынан сыртында және бір қабат бар ғой. Содан кейін жылу ұстайды. Термис деп айтылады. Термис формасы. Мынаны былай қарай бұраған кезде мынау жиырылып асты бірақ көтеріліп ашылатынып жасағанбыз. Тұрған жер 25. 33 ол 25 ана тұрады. Жылтады, кең жылтады. Пола, типіна пол құтта жібереміз астында, бәріне жетеді. Мына бүткіл денесі су, үсті де су, бәрі су. Көлденең тұрбалар бар ма ішінде? Бар, ішінде құлық қой ана көлденең. Иә. Сапок деген осы емес пе, иә? Сапок пешің. Сапок пешің осы. Сапок пешің осы. Мынау жылтуы күшті негізі. Тұра береді. Мына ішінде салапан ашылады. Ең ана лампочкаларды қойған себебіміз мына бұлтты күні кейін түнде мына көшет мынандай діңіл қойып биіктегеннен кейін өрлемей қалады. Енді анау алғаш көктеген кезде ана шырақпен басқармасаң қатты бойлап кетеді. Сол үшін істетеміз. Ол күннің сәулесін жібереді, өзі ыстық шығарады. Жылу шығарады. Мынау су. Анаған суды құямыз, языңмен басамыз, төкті жалғаймыз, шүйбан суын тартап деген. Бір шығарып алғаннан кейін одан барып насоспен айдайсыз, иә? Насос айдай береді.